Сәлем достар, сіздермен жасалу жолы оңай әрі қарапайым ингредиенттерден тұратын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін пиязды кубик тәрізді етіп турап аламыз. Баклажанды да дәл осылай етіп тураймыз. Табамызға майды қыздырып, қатты отта пиязымызды қуыратын боламыз. Пияз осындай алтын түстес болып қуырылуы қажет. Табаға қайта май құйып қыздырып, үстіне баклажанды салып, 8-9 минут көлемінде қуырамыз. Пияз бен баклажанның майын сорғытып алу үшін осылайша майлықтың үстіне саламыз. Қызанақты және де жұмыртқаны кубик тәрізді етіп турап шығамыз. Енді ыдысымызға барлығын орналастыра берсек болады. Осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Енді үстіне тұз сеуіп, артынан майонез саламыз. Болды, осымен біздің салатымыз дайын. Сіздермен болған Гүлім.